Қазақстандық студенттер Бангладеште өткен халықаралық байқаудан жүлделі қайтты. Төрткүл дүниенің түкпір-түкпірінен келген 132 университеттің студенттері бақ сынасқан бәсекеде үздік 30-қа кіргендердің қатарында біздің жастар бар. Олар берілген 12 тапсырманың 7-ін дұрыс орындап, Мәскеудің, Кореяның үздік студенттерін басып озды. Айта кетейік, білімімен сайысқа түскен жігіттер Алматыдағы халықаралық университетте білім алады. 60 мың сөзді қамтитын 1300 беттік қазақша ағылшынша, қазақша Оксфорд қазақ дикшнери сөздігі жарыққа шығады. Қазақ ағылшын тілдерінің лексикасын жетік білетін 50-ден аса тәжірибелі маман сөздік құрастыру жұмысына 4 жылын арнаған. Сөздікте екі тілдің грамматикасы, дыбыстау мен емле ережелері түсіндірілетін қысқаша нұсқаулықтар, қазақ тіліндегі іскерлік және электронды хат-хабар жазу үлгілері берілген. Айтпақша, осы сөздік негізінде қазақ тілі Oxford Global Languages платформасына қосылады. Бұл бастаманың мақсаты әлемнің ірі 100 тілінің лексикалық қорын өзара байланыстырып, ортақ ғаламдық тіл корпусын жасақтау. Хьюстон университетінің ғалымдары ерекше вакцина ойлап тапты. Ол есірткі заттарына қарсы әсер етеді. Ғалымдар алдымен тышқандарға тәжірибе жасап көрген, енді есірткіге қарсы вакцина сатылымға шығады. Ал мидағы сигнал арқылы қозғалатын арба жайлы естіп едіңіз. Техас университетінің ғалымдары сал ауруына шалдыққан науқастар үшін мидың күш арқылы қозғалатын мүгедек арбасын жасап шығарды. Алғашында бұл арбаны 3 адам пайдаланып көрген екен. Олардың басына арнайы шлем кигізіп, арбаның қалай жұмыс істейтінін тексерген. Нәтижесінде арба 95% нақтылықпен діттеген жеріне жеткен. Адамзатқа пайдалы, жағымды жаңалықтар көп болсын.